Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге өте дәмді кәріс салатының бір түрімен бөлісемін. Бізге қажетті орам жапырақ, сәбіз, болгар бұрышы, қияр, пияз, сарымсақ, укроп, тұз, қант, сұйық май, қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка, кориандр. Біз осылай орам жапырақтың жартысын кесіп алып, осы да жеткілікті. Оны үлкен қылтып, төрт бұрыштап кесіп аламыз. Орам жапырағымызды кескеннен кейін олардың араларын ашып аламыз. Орам жапырағымызды ыдысымызға ашып салып алғаннан кейін, әрі қарай келесі бізде қиярымызды турайтын боламыз. Қиярдың екі жақ шетін кесіп тастаймыз да жіңішкелеп тураймыз. Ортасынан бір бөлеміз. Келесі бізде болгар бұрышы, оның ортасын біздер керек емес, оны тазалап алып тастаймыз да ұзын қылтып турап аламыз. Ары қарай 3 сәбіз, мен оны арнайы теркадан өткізіп аламын. Және де 3 сарымсақ қосатын боламын. Мен оны уақтап, төрт-бұрыштап кесіп аламын. Және де бізге қажетті бір дана пияз береді. Біз пиязымызды осылай бөліктерге бөліп турап аламыз да, аз ғана майда қуыратын боламыз. Әрі қарай салатымызға қажетті біздер паприка, қызыл бұрыш, және де укропты турап салдым, мен кориандр саламын. Қара бұрыш саламын, ұнтақталған. 4 қасық қант саламын. 1 қасық тұз салатын боламын. Қуырылған пиязымызды майымен бірге салатымыздың үстіне құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Кейін үстіне араластырып болғаннан кейін 1 ас қасық уксус құятын боламыз. Уксусымызды құйып болғаннан кейін тағы да араластырып, бетін жауып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Салатымызды дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.